Армысыздар оқырман қауым. Өгей әкем өгейде кетті. Әңгіменің жалғасы. Өгей әкем жоқта анама қатты ұстаттым. Араққа салынып кеткен анам сүйретіліп жүріп жазған хатымды оқымады. Қанша күннен бері жазған хатымды сорлы анам мыжып-мыжып қалтасына сала салды. Ол кезде 9 жастаймын. Анамды қайта-қайта жұлқылап қатты оқышы деп ымдаймын. Көрсетіп кешке дейін әлек болдым. Қайта-қайта анамның арақ сасыған бөлмесіне барып, көздерім жәутеңдеп қарай беремін. Бар үмітім анамда. Ол сорлы мені емес, арағын ойлап қайғырды. Мені оқытатын мұғалімге өгей әкем ақша беріп қойған ба, әйтеуір келіскен 2 аптада бір рет қана келеді. Онда да оқытқаны шамалы 20-30 минут бірдеңе түсіндіргендей болады. Солай жүргенде өгей әкем келді. Кешкі тамақты базардан әкеле салады. Анам бөлмесінде айқайлап жатты. Оған да арағын әкеліп беретін осы кісі. Ішіне ұнтақтап дәрі қосып береді, қатып ұйықтау үшін. Анамның бөлмесіне барған ол малғұнның көздері қызарып, менің бөлмеме жүгіріп келді. Сен мылқау мені құртамын деп жүрмісің? Сенің жазған хатыңды маскүнем шешең оқиды деп ойладың ба? Деп итеріп жіберді. Анам ұйықтамаса да мені тағы да қинап сорлады. Арағын қылғыта ішкен анам бөлмеге сүйретіліп келді. Бізді көрді де қарқылдап күлді. Кішкентай қыздың қай жеріне тығып жатсың деп тілі күрмеліп күле берді. Міне менің сорлы анамның осы бір тірлігінен соң жүрегімді өшпес із қалдырды. Сол күні хат жазғаным үшін өгей әкем есіктің арасына оң қолымды салып, саусағым көгергенше әбден қысып тастады. Тұншығып айқайлауға да тілім жоқ, әттең, жанымда тәнімде қатты қиналды. Сол бір азаптан соң ешкімге ештеңе айтуға менде жүрек қалмады. Арада жылдар өтті. 13 жасқа толғанда өгей әкем апатқа ұшырап, 2 аяғы кесіліп, бірден төмен жері істемей қалды. Және оң қолында кесілді. Тек сол қолы ғана қалды. Аузы-басы қисайып, сөйлеген сөзіне адам түсінбейтін болды. Осындай жарымжан болған сорлыға менің мүлде жаным ашымады. Өзіне сол керек деп қатты қуандым. Көп ұзамай өгей әкемнің туыстары келді. Үй мен көбісі төбелес болды. Өгей әкемнің бауырлары маскүнем анам екеумізді қуып шықты. Өгей әкемді қамқорлыққа алған інісі үйді сатуға қойды. Інісі де жауыз сияқты, түрі ұнамады. Мүгедек ағасын үйі мен кәсібіне бола қамқорлыққа алғаны көрініп тұрды. Енді ол малғұн азапты өмірмен көп ұзамас. Далада қалған біздер көше жағалап кеттік. Бір кусок нан үшін қайыр тілеп мешіт алдында жиі отырдым. Сонда келген бір апай көмектесіп балалар қорғау ұйымына өткізді. Ақыл-есі кем балалар үйіне орналасты. Сол күннен соң маскүнем анам тірі ме, өлі ме іздемедім. Тек аналық құқықтан айырғанын білемін. Өлі болса да, тірі болса да, еш уақытта кешірмеймін. Балалық шағымның түкіл талқанын шығарған анамды да, өгей әкемді де қарғыс атсын. Өліп қалса, қара жерде жатса да, жандары жай таппасын. Ой жеттім, балалар үйінен шыққан соң өмірім өзгерді деп қатты қуандым. Бірақ сол балалық шағымдағы қорлық-зорлықты қайта көрдім. Танымайтын өзімнен үлкен еркектің қолынан ұстап еріп кеткен едім. Бақытты боламын деп сендім. Балалар үйінен шыға сала шағын кафеде даяшы болып жұмыс жасадым. Сол жерге үнемі тамақ ішуге келетін ер адам болды. Жүзі жылы еді. Кафе вокзал маңында орналасқан. Сөйтсем әлгі еркек азартник екен. Кейде бірнеше ер адамдармен, кейде жалғыз келіп кетіп, маған жылы қарайтын. Алғаш рет жылы қараған еркек сол болғасын, ол маған
сөз салғанда келісе кеттім, ол мені қыз деп ойлаған. Ешқандай неге қиылмай өзі тұратын пәтеріне әкетті. Алғашқы түнімізде ештеңе шыққан жоқ. Ол бетімнен тартып жіберіп, сука, сен қызы емес екенсің. Әйтеуір артық сөз айтпай не үшін келсе кетті деп ойлап едім. Ашулана бетіме қарады, ал мен оны түсіндіре алмадым. Ондай сәтте қағаз бен ручка да табылмай қоятын әдеті емес пе? Содан ол күйеуім маған малғұн картадан ұтылып қалса нені тігеді. Оның қарызын мен төсекпен қайтарып жүрдім. Шыдамадым. Неше түрлі азғын еркектер, иманнан жұрдай ібіліс кейпіндегі еркектер еді. Bir күні шыдай алмай балконға шығып, 3-ші этаждан құладым. Өлгім келді. Өмір сүру енді қызық емес еді. Бірақ өле алмадым. Bir аяғым сынып аман қалдым. Ауруханада жатып тек жылай беремін. Тамақты да ішкім келмейтін. Сонда жұмыс жасайтын санитарка орыс апай болды. Жасы 40-тан асқан. Орысшаны да қазақшаны да біледі. Үнемі соның смена кезінде мені бақылайды да жүретін. Мені сұрастырып, менің балаларым үйінен шыққанымды да біліп алған. Аяғыма күтім көп керек, ал ауруханада шығатын уақытым болды. Бірақ балдақ жоқ. Тағы жылап алдым. Қайда барамын? Менің не үйім жоқ, не мені күтіп алатын бір туысым жоқ. Солай жылап отырсам, әлгі орыс апайым күлімдеп қасыма келіп, балдағын әкеліп тұр. Сол сары қыз, менімен бірге тұрасың ба? Мен жалғыз тұрамын. Жазылып кеткенше қасымда тұра берсең болады деп қуантып қойды. Сол бір мейірімді орыс апаймен бірге ілесіп ауруханадан шықтық. Ол мені үшін дастархан жайып қойыпты. Мен өз қызындай күткеніне еріксіз жылай бердім. Өзімді ұстай алмай-ақ қойдым. Тамақ ішіп отырсам да тамағыма ащы өксік келе берді. Алғаш рет аналық махаббатты, мейірімділікті көрген мен әлемдегі барлық балалар осындай мейірімділікпен өмір сүрсе екен деп тіледім. Ол үйде алғаш рет тыныш тәтті ұйқының не екенін сезіндім. Орыс апайды өз анамдай, ол мені өз қызындай қабылдап, біздер ең бақытты өмір сүрдік. Орыс апайымды қартайғанша бағамын деп өзіме уәде берген едім. Әттең, ажал деген бәле орыс апайымды алып кетті. Арада жылдар өтті. Bir жыл өтсе де орыс апайымды ұмыта алмай қайғыра беремін. Неге мені бәрі жалғыз қалдыра береді? Аллаға сонша не жаздым деп өкіндім. Bir ғана адам мені өмірінде адам етіп тәрбиелеп, мені жақсы көрді. Бірақ Алла оны да көп көрді. Орыс апайы мен курстарға жазып оқытты. Мемлекеттің тегін стипендиясымен колледж оқыдым. Одан кейін де жұмыссыздық атынан жұмысқа тұрғызды. Сол кісінің себебімен өзім үшін өмір сүруді, ешкім мені басынбауды үйрендім. Ақша жиып, орыс апайымды ең қымбат сыйлық сыйлауға қанша жыл армандадым. Әттең, қазір мен де орыс апайым секілді жалғыз басты жанмын. Әйтеуір өмір сүріп жүрген соры қайнаған пендемін. Осы парақша арқылы жеңілдеп балалық шағымды ұмытқым келеді.